Талдықорғандағы Қайнар АКБ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде жасалған 840 мың отандық аккумулятор биыл шетел нарығына шығарылды. Онда өткен 8 айдың ішінде 1,5 миллион дана өнім өндірілген. Кәсіпорын 2020 жылға дейін өнімділікті 3 миллион данаға жеткізіп, экспорт көлемін ұлғайтуды көздейді. Бұл мақсатқа қол жеткізуге Бәйтерек холдингінің еншілес ұйымы Қазақстанның даму банкінен алынған несие мүмкіндік береді дейді мамандар. Ардақ Айбарұлы әңгімелесін. Талдықорғандағы бұл зауыттың аккумуляторлары толық өндірістік цикл бойынша өндіріледі. Қажетті бөлшектердің басым бөлігін өздері әзірлейтінін де айта кетейік. Мұнда автокөліктерден бастап тепловоздарға арналған аккумуляторлардың түр-түрі шығады. Сонымен қатар кәсіпорында ескі аккумуляторларды қайта өңдеп, тазартылған қорғасыннан жаңа өнімдерге қажетті шикізат алуға арналған цех жұмыс істеп тұр. Бірнеше жаңа желіні сатып алып іске қосамыз. Ол өз кезегінде өнімділік көлемі мен өнімдеріміздің сапасын арттыруға оң ықпал етеді. Біздің зауытымызда қазір 1200 адам жұмыс істесе, аккумулятор құрастыру желісіне қосымша 30 адам қабылданады. Кәсіпорын жылына 2,5 миллиондай аккумулятор батареясын өндіреді. Ішкі нарықтан артылғаны шетелдерге жөнелтіледі. Қазақстанның даму банкі зауытқа нұрлы жол бағдарламасы бойынша экспорттық операцияларды жүзеге асыруға арналған жаңартылатын кредит желісін ашып берді. Жыл сайын 2,5 миллион аккумулятор жасайды. Оның 60% Ресейге, Тәжікстанға, Түркменстанға, Украинаға, Белоруссияға және Қытайға жіберіледі. Біз берген қаражат ол 3 миллион аккумулятор ұлғайтуға мүмкіндігін береді. Мұнда 2019 жылдың 8 айында 1,5 миллион аккумулятор батареясы өндірілген. Соның 55%-тен астамы экспортқа бағытталды. Зауыт болашақта өнім өндіру көлемін 2 есеге дейін арттыруды жоспарлап отыр. Ардақ Айбарұлы, Олжас Байбосынов, Алматы облысынан, Хабар 24.